Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Реш Посполитая 1569 жылы Любияның одағынан пайда болған, және де 1795 жылы Ресей, Ферусия және де Австралия арасындағы мемлекет бөлінісімен жойылған Поляк және Латвия ұлы герцогының федерациясы. Ол негізінен қазіргі Польша, Украина, Белоруссия және де Латвия аумағында орналасқан біртұтас мемлекет құрылым болған кезінде Поляк корольдігі мен Латвияның ұлы герцогі әрі әкімшілік аппаратқа, қазынаға, армияға және де заңдарға ие болды. Мемлекет басшысы өмір бойы семейіне сайланған монарх болды. Ол поляк патшасы және де Латвияның ұлы герцогі атағын алды. Достыққа болған нақты саяси режим әдетте шляхи демократиясы деп аталды. Мемлекеттің дәстүрлі атауы Реш Посполитая. Латын терминіндегі поляк тілі сөзбе-сөз аударғанда Реш Посполитая. Орыс тілінде бұл термин сөзбе-сөз ортақ іс немесе ортақ нәрсе деп аударылған. Мемлекеттің ресми атауы Польша корольдігі және де Латвия ұлы герцогі. Польша шын мәнінде поляк патшалығы жергілікті тұрғындардан қысқаша тәж деп аталынды, ал Латвияның ұлы герцогі Литва кейде ұлы герцог деп атады. 17 ғасырдан бастап дипломатиялық хат-хабарларды жақын поляк достығы болды. Қазіргі уақытта екі халықтың достығының кең таралған атауы поляк тілінде 1967 жылғы поляк жазушысы Павел Янсидің аттысы тарихи трилогиясы шыққаннан кейін таралуы мүмкін. Польша тарихы 1569 жылдың 1795 жылға дейінгі кезең. Бірінші Реш Посполитая 1918 жылдан 1939 жылға дейін. Екінші Реш Посполитая 1989 жылдан бастап үшінші Реш Посполитая деп аталды. Поляк Халық Республикасының өмір сүру кезеңі 1944-1989 жылдарда. Осы нөмірлеуден ескерілмейтін немесе басқа достықтардан айырмашылығы туралы айту үшін Реш Посполитая республикасынан сұрау керек. Мемлекеттік құрылым поляк-литва достығы екі халықтық ортақ мемлекет болып саналады. Поляк және де Латвия бұл поляк корольдігі мен Латвия ұлы герцогтер өкілдерінің жиынтығы деп түсіндірілді. Дворяндар тарапынан қуатты шектелген жоғарғы билік өмір бойы сайланған монархқа тиесілі болды. Ол поляк корольдігі мен Литваның ұлы герцогінің жалғыз атағын алды. Оның қысқаша нұсқасында заң шығарушы, сондай-ақ ішінара сот билігі екі палатадан тұратын семьяның қолында болды. Сенат және де елшілік үйі сенаттың құрамындағы жоғарғы деп аталатын депутаттардан тұратын. Депутаттар сайлауы семей жұмысы жиналыстары болып табылатын политикалық семейдіктерде өтті. Әрбір пабисти семейде талқыланған мәселелер бойынша пабит дворяндарының ұстанымын көрсеткен семейдіктер құрастырылған нұсқауда берілген екі делегат семейге жіберілді. Парламент институт ретінде семейдіктер сонымен бірге жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметін атқарды. Бұл дворяндардың саяси мүдделерін іске асырудың негізгі нысаны болды. Олардың өкілеттіктерін үнемі кеңейту ұмтылды. Ресми және де идеологиялық тұрғыдан алғанда дворяндардың барлық өкілдері тең болды. Дегенмен іс жүзінде ірі жер иелері мангаттардан бірнеше тобы мемлекеттік басқаруда шешуші рөл атқарды. Мангаттардың әсері әсіресе Литваның ұлы герцогінде болды. Бірақ уақыт өте келе поляк патшалығында да осындай жағдай қалыптасты. Бірте-бірте кішкентай және тіпті орта дворяндар магнаттарға тәуелді болды. Өйткені олардың қолдауынсыз ол лауазымға тағайындалып, экономикалық жағдайды жақсарта алмады. Магниттардың ықпалы кеңейген сайын семейдік саяси мәдениет құлдырады. Оның себебі мемлекеттік аппараттың әлсіздігі және де әсіресе орталық биліктің аймақтарға әсерінің болмауы. Монархты сайлау Варшава маңында өткен электр семейде өтті. Оған барлық дворяндар қатыса алды. Әрбір дворян сайлау құқығына ие болды. Ал көп жағдайда шетелдік әулеттерден өкілдері таққа үміткер болды. Өмір бойы сайланған монарх таққа мұрагерлік жолмен заңдарға қайшы келетін қамауға алу құқылы емес еді. Патша үкіметіне қосымша шектеулер таққа кірер алдында монарх қабылдаған. Генрих артикулары деп аталатын монархтың саяси және қаржылық міндеттері факта конуната деп
қаралатын тағы бір міндет келісіміне анықталды. Осы келісімге қол қою арқылы патша мен ұлы герцог тақ мұрагерлік беруден бас тартты. 18 жылдан бері рет диета шақыруға, оның рұқсатынсыз соғыс пен бейбітшілік жарияламауға және де жаңа салықтар енгізуге уәде берілді. Аумағында князьдіктің жағдайлар басқарма ұлы князь атағын алды. Сондай-ақ статустың ережесіне сәйкес князьдіктің құруы достастыққа Яглино мемлекетінің өзіндік жалғасы болды. 1385 жылдан бері үзіліссіз болған поляк корольдігі мен Литва ұлы герцогының жеке одағы 1569 жылы Польша королі мен Литва ұлы герцог арасындағы Любиня одағы құрылды. Оған сәйкес екі мемлекет бір ретінде біріктірілді. Поляк королі мен Литва ұлы герцогының қос атағы бар сайланған ортақ монархпен, ортақ семейный бірыңғай сыртқы саясатпен және де ақша жүйесімен, сонымен бірге екі бөліктік тез өз әкімшілік қазынасы ақша семей имуществосына қоса армияны, соттарды сақтап қалды. Мемлекеттер арасындағы шекара кедендік альпамдар алу арқылы қаланды. Литваның ұлы герцогтері Магнитовтың наразылығына қарамастан оңтүстігінде Бальня, Фольная және де Кибуй облысында айтарлықтай аумақтарды жоғалтты. Ұлы Хродини, Корнта, Сталли, Сопсабицкий, Польша және де Швейцариядағы король Синзумы үшінші үйлену тойында шамамен 1605 жылы саяси тарихта болды. Достастықтың ерекше мемлекеттік құрылым тән болды. Оның өмірінің сүруінің алғашқы ғасырлары поляк тарихын намалары алтын ғасыр деп атайды. Ол дворяндардың азғыншылық елі үшін, сондай-ақ Магдебург заңы бойынша өзін-өзі басқару пайдасын көрген көптеген азаматтар үшін болды. Алайда болашақта анархия елдің саяси өмірінде күшейе түсті. Ал 18 ғасырдың екінші жартысында 19 ғасырдың басында соғыстардың кезіндегі аттақ демократиялық шағымдар экономикалық құлдыраудың алдын ала анықталды. Елдің өмір сүруінің соңғы жылдарында достастықтың тұрақты дамуының қамтамасыз ету жоспарланған экономикалық және де саяси салаларда да ауқымды реформалар жүргізілді. Бірақ осы кезде көрші ел державаның біріккен күштерімен мемлекеттік жойып өзара бөлісті. Достастықтың құрылуы кезінде Ресеймен ауыр соғыс болды. Бұл Люблина одағының түрмеге түсуінің басты себепшілерінің бірі болды. Өте сәтсіз басталған қарамастан соғыс достық Яма Заполовскийдің әлем үшін орташа тиімді аңықталды. Степан қайтыс болғаннан кейін жаңа патшаны сайлауға қатысты келіспеушіліктер австриялық әскерлердің басып кіруіне әкеліп соқты. Осы басқару Ярчук Максималан тұтқынға алынды. 19 ғасырлардың аяғында Кассони мен Наполеонидің көтерілістері олардың сәтсіздіктеріне қарамастан Украина казактарының маңызды саяси күш ретінде қалыптасуын атап өтті. 18 ғасырлардың басында елдің сыртқы саясаты экспансивтік бола бастады. Патша Сигизмунд үшінші Ресеймен, Швейцариямен, Осман империясымен соғыс жүргізуде. Сондай-ақ дворяндар кейде патшаның рұқсатымен, кейде оның еркіне қайшы молдавиялық бақылау мақсатында Молдавия магниттарының соғыстарына қатысты. Сонымен бірге кейбір поляк қатынасы Ян Хебодовский сияқты қолбасшылардың шеберлігінің арқасында достастық көптеген жеңістерге қол жеткізді. Дегенмен бұл соғыстар геосаяси жағдайда оның пайдасынан түбегейлі өзгеруіне әкелді. Достастық 1635 жылы 18 ғасырдың ортасы достастық үшін апатты болды. Богдани Хмельницкий көтерілісі, орыс-поляк соғысы 1654-1667 жылғы және де Швейцариямен соғыс мемлекеттің өлім шегіне жеткізді. Соғыс қарамастан патша Ян үшінші Касимир елдің көтерілісшілерінің ыдырауына және басып алуына жол бермеді. Достастық саяси үш күшінің өсуінің келесі кезінде Советскийдің Ян үшіншінің билігімен байланысты. Оның Вена қабырғалары астындағы шайқастағы және жеңісі Еуропадағы Осман империясының кеңеюін аяқтады. Ресей жағдайындағы солтүстік соғыс қатысу достастық аумағындағы соғыс алдындағы айыпталуына әкеліп соқты. Халықтың күйеуіне және де елдің экономикалық әлсіреуіне себеп болды. Лёрди вето принципі кез келген реформалардың жүргізуге кедергі келтірген. Көрші елдермен салыстырғанда
арулы күштердің ұйымдастыруда арта қалуға әкелді. Бұл достастықтың одан әрі өмір сүруінің қауіп төндірді. Шетелдік державалардың, оның ішіндегі істерінде араласпауының артуы 17 ғасырдың көп бөлігіндегі лайықты қарсыластыққа тап болған жоқ. Тең соңғы патша Стефан Лап Агбустың тұсында мамырдағы конституция жүйе қабылдауымен аяқталған ауқымды реформалар жүргізілді. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоны күтсеңіздер. Аман сау болыңыздар.